Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Геймер Қадыр. Бүгін бізде Clash of Clans деген ойнайтын боламыз. Clash of Clans естулеріңіз бар ма? Міне біздің клан, міне крутой клан. Міне осы кланға кіріңіздер. Міне уже 8 адам болды, жаңадан ашылған клан. КВ бастап едік. Енді азмола жолымыз болмай қалды. Кланға кіріп не істеңіздер, кланға кіріңіздер, бірден суырып береді глава. Қазір глава кіретін шығар. Міне монстр бека дейді. Міне жақсы атакалар жасаған негізі. Тек главаның мына жерде валкириялары дұрыс болмай қалды. Көрейік бір атакаларын повторлап шығайық. Король варвар. Кланкасын тексеріп алу керек еді бұл кезде. Достар, бүгін біз база құратын боламыз. Құрылысқа өтпей, паузаны басып, каналға подписаться етіп, лайк басып жібересіздер ме? Сосын осы видеоға хотя 20 лайк шыққан кезде келесі видео шыға береді. Келесі класс шығады. Бізде мынаны қараңыздар. Өйсі 3 жыл ұзап кетті. Міне боевик монстр бека дейді. Көрек монстр беканың атакасын көрек. Боевиктің тағы көреміз. Ведьма, глава берген ведьма еді мынау. Достар, менде 2-ақ подписчик. Мына жерде кланкасын тексерген дұрыс болыпты. Негізгі гиганттарға бөлміз бе? Менің ойымша Хилка дұрыс. Хилка алған дұрыс. Главаның атакасын көрек. Боевик молодец. Глава мен ғой, 2-ші сотқа мен ойнайым. Ратуша 9. Міне, кланкасын тексеріп алдым. Өстімді кланкасын тексеріп алдым. Содан кейін яққа бір жібердім. Барлық мактармен қоршап Ажада қатып жанында, сосын 2 хилка тасадым, сөйт бітірдім. Кланға кіріңіздер. Кланның аты крутой клан. Домой. Қарадық. Достар, бүгін біз база құратын боламыз. Ойбай. Главамыз жақсады. Глава бірден бере береді адамдарды. Енді мен ғой глава. Мынаны бейтіп, өстіп қоямыз. Мынадан 2 жаққа қойайық бейтіп. Сосын 2 жағынан 2 папасы мен мамасын қоямыз. Мені папасы, мамасы деп қойып отырсың.
және де былайынан пушка. Біз қошаймыз. Достар, мен класс жаңадан бастағам. Сосын айып етпеңіздер, жерім ашырып тұрғансын. Бар дегенде бар, қал дегенде қал, басың ауырса, бал мен емдеп ал. 5 күн жалғанда, бақыт пен шатты, жоқ дегенде жоқ, бал дегенде қал. Тек өлеңді білесіздер ма? Білет шығар деп айтып отырсам. Бар дегенде бар, қал дегенде қал. Казарма не керек өзі? Казармалар битеміз. Достар, біз шамалы хотя бы бір 20 лайк болғаннан кейін класс жалғастырамыз. Міне базамыз дайын. Енді мына көбісі мына строительдерді сыртқа шығарып қойды. Оны неге? Өйткені жеңіске база атака жасаған кезде олар көп несесін деген ғой. Көп уақыт алады, уақыт тұтады деген ғой. Мен қазір нелер шығармаймын оларды. Мен осы жерге оқып қоямын тек. Мен олар строительдер шығарып қойдым. Кейбір кезде сіздерге қызық айтайын. Мен бір ретте осы атака жасап жатқанда ма, осы главаның немен ойнап жатқан кезде өстіп қасына қойып қойғам ғой. Сөйтсем, қазір көрсетем сіздер, повтор сақталып қалса оның. Міне Қадыр Шаңқай Монстр Бека көреміз. Міне қараңыздар, міне өсіп қойғам ғой менің ше. Немді қазір позорович жүреді. Әне анаға алданып қалды уже. Сөйтіп стенаның қасына нені қойып қою керек. Ақырында мен ала алмаған. Мен оның базасын 3 жұлдыз алып кеттім. Достар, мен неге дейсіздер ме? Мен бұрынғы соткамен ойнап отыр едім ғой. Clash of Clans'ы. Оған ана жаңағы мобильден солар тартылмайды да. Сосын мына сотканы өзім папа әкем туған күніме сыйлық әкеп берді. Сосын сөйттім. Сосын өз кланыма кірдім. Өстіп қазір главадан беріп жүрейін аған адам. Монстр Бекаға. Не берем? Менің беріп жүрейін өзіме. Өзіме менің беріп жүрейін. Менің келді әне. Айттым ғой достар. Мен өзім беріп атым өз-өзіме. База қалай бар? Ұнаса комментарияға жазыңыздар, ұнады деп. Осы базаны мен дамытай берем. Қараң жерінде көрсетіп жүрейін. Міне мен қараң жерім. Қараң жерді дұрыс көп не істемеймін. Не берейін? Глава беріп сәт, міне. Мен беріп сәтім жаңа. Гоблинім бар, гоблин беріп сәт. Біз гоблиндермен атака жасаймыз. Кеттік. 500 кристалл аз. Бізге 1000 кристалл керек.
Достар, біз соткамен GTA ойнаймыз, сосын. Осы соткамен GTA-лар бар емес, сондайлармен ойнаймыз. 400 аз екен, аз. О, 2000 теңге. Міне, мен Валка анжеге кіреді деп ойлап едім, негізі. Мен оны өзі шешіп бердім, конкретно. Гоблиндер кеттік. Кешіңіздер, гоблиндер. Главаның берген гоблиндер жыртып атыр ғой. Главаның берген валкириясы жыртып атыр ғой. Атасын валкирияны. Гүдін жыртып атыр. Болды, победа. 40 000 теңге берді. Скроющийлерін алып алайық. Бұрыштардан стенаны дамытуға қызыққа өстіп. Өстіп дамытсақ біз. Достар, давайсыздар. Осымен видео бітті. Каналға подписаться етіп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.